Assalamualaikum dostlar, мен Армани. Бүгін біз сізге баптар көрсететін боламыз. Кеттік. Міне достар, бірінші бап. Мен бұны бағын істеп қойғанам. Дәл осылай қоясыздар. Одан кейін үстіне мынандайлар қойып шығасыздар. Егер де мұндайды қалай қоямын десеңіздер, міне қазір көрсетемін. Осындайды алғанда, міне бүйтесіздер. Сындырып қоя. Мысалы бүйтсек қоя алмаймыз. Егер былай отырып, былай қойсақ қоя аламыз. Мына барлығы солай. Мен сіздерге бұны көрсетемін. Мен бұны YouTube'дан көргем. Одан кейін Супермен боласыздар. Что Супермен боласыздар? Міне, еще бұның ешқаяғы да жарылмайды. Тағы да бір бақ. Бірінші сіздерге сізмен мына шеріме ойнасаң көрмесі дұрыс көрінбейтін шығар. Сонда да по-любому. Міне достар, бірінші мына жерден губка аласыздар. Одан кейін суды қалай ағызбай тұрудың жолы. Одан огонный шар или мынандай агинуға алсаңыздар да болады. Міне бірінші бүйтіп. Не тек біреу уақыттағы қаншалық қойсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Қатты төбеге ма? Міне нешеуін қойсаңыздар да өздеріңіз. Міне одан кейін мынаны өртейсіздер, фотолайсыздар. Болды. Міне ешқандай табличка, сіз өзі ұшып тұра береді. Міне шейдерін болғасаң, мынандай кейбіреулер розовый болып не істейді, көрінеді. Одан кейін міне осылай. Мен тағы да не көрсетсем болады? Шошқаға қалай отыру керегін көрсетейін. Бірінші осыны, одан кейін мынандай аласыздар. Менде барлығы мынандай мутанттар болған соң, мен мынандай қармақтың басында сәбіз байланып тұрады мынандай. Морковна палочка деп тұрады. Сонда шошқаны аласыздар, одан бүйтесіздер да, міне оседлать деп тұр. Бұл кез келген Майнкрафтқа істеліне усиление деп тұрады. Ал егер де қолмен жүрсеңіздер, басқара алмайсыздар. Мен сол үшін мынандай алу керек. Шошқаны ұшырамыз. Шошқамен бірге. Жасайшы. Неше жанды? Жанды әлген жоқ достар. Чекенізге ғой. Бұны өлтірмей қояқ. Тағы да біздің үшінші багымыз. Мен қайнатыр жүрейін. Ал егер де қалай спаун поинт қоям десеңіздер, чатқа кіріп, бүйтесіздер, спаун поинт. Міне осылай жазасыздар. П десеңіздер де болады, или тек өзім жазсаңыздар да. Мен дәл осылай жазам. Міне сосын өлгеннен кейін дәл осы жеріне пайда боласыздар. Достар, одан кейін несі бұны көбісі білу керек Майнкрафт ойнайтындар. Железный голем мен қар жасауды, аққала жасауды. Бірінші железный голем жасайық. Осылай, оны дәл осылай жасайды. Мынандай аласыздар, басасыздар. Міне осындай дәу железный голем шығады. Деп қалатындай. Одан кейін аққала жасау үшін осылай, дәл осылай қоясыздар. Неге барлық мутант боласын, тағы да осындай болады. Оны аяқтайсыздар, бірақ та мут атпайды. Дәл осы железный големнің 100 жаны болады екен. Мен сіздерге
Hazır zombiler көрсетейін. Mutanttарды. Қараңыздар, жүргеніңіз атты. Тоқ. Қазір. Мен ең бірінші мынандай. Ал лошадь керек емес асылы. Мен бұларды өзім көрмеген әлі. Көбісін көрмеген мен достар. Крипер күлкінішті. Скелет есушетел мынандай. Мен түнге қойын. Онда полночь емес, кәдімгі ночь. Одан кейін мынандай кәдімгі скелет мынандай. Крипер мынандай. Крипер өте көп. Ал лошадь зомби дым да өзгермеген. Челсен алып кеткен ба? Мынау да өзгермеген. Міне мынау өзгерген. Сенсеңіздер, қараңыздар. Достар, мұны приуречить еткенде любой түске байлай аласыздар. Міне жмолды. Мен сіздерге ең күлгіншісін көрсетейін. Ол бізде әрине гаст. Гаст өте күлгін. Ондай гастың болмай-ақ қойған қалайсың ғой. Кішкене дәу енді. Ал пауық Паброни. Мен бұны көрмеген. Не екенін білмеймін. Мен алдынан көрсетейін. Көрінбі. Мына кішкентай бар. Не видно. Ал шетін мынандай. Бұл да мутант. Ал гаст. Ең күлкініштісі. Мына қолдары бар. Гаспын осы жерде тек 4-ақ жаны болады. Иә, тек 4 жаны болады. Достар, енді біз деген достар, егер мынау не деп ойласаңыздар, мен бұл жерде көп бат білмеймін. Тек сіздерге бар білгенімді көрсетіп отырмын. Список көшіп қоясыздар. Мынаны қосыңыздар, осындай болады. Тағы да мутант сияқты мынандай. Күшті. Қараңыз, адам сияқты болған. Тағы да достар, егер де киімнің түсін қалай өзгертемін десеңіздер, бұлай. Міне, любой түстерді ала білесіздер. Одан кейін ақ түс алайын. Бұлай. Тек бұндайлар, осындайларға ғана болады. Нанолайк. Одан кейін мынаны асылайық. Өзіні бас киім керек емес. Өстіп, мынау қиястыр. Ой. Мен қайттан қойыстыр.
Ой, наны көп істейді. Кейін қайттан қиып. Негізі қимай ақ істеуге болады, просто мен рейсолай қиып. Міне достар, болды. Достар, мынау менің үйім. Деревняға ұқсамайды, бірақ мынау енді деревняға ұқсайтын шығар, ұқсаса лайк басып кетіңіздер. Мен мынаны әдейі кестіріп қоямын былай. Хоба, телепорт жасамады. Кеттік. Достар, тағы да қандай бактар істеуге болады. Ой, мен сіздерін ұстап жатыр екен ғой. Оны мен көрсетуім керек қой. Тағы сіркіз бірдеңе көп жүрейікші. Апсидмен қосқаламын. Мен осыны білмейді. Қосқаламайды. Мынау не екенін біз көрсететін боламыз қазір. Дыхание дракона деген. Мен осындай плюсірек аласыздар. Одан кейін эндермир жасайық енді. Ол үшін бізге эндермир жасау үшін око края және де портал края керек. Оны бүйтесіздер. Достар, бірден жасап тастауға болмайды. Егерде бұрылмай жасаңыздар, уже біттіңіздер, істелінбейді. Мен қазір сіздерге дракон шақырайды көрсете алмаймын. Өйткені менің құртылып кетеді. Сол үшін кешірім сұраймын. Выживание охуенно скреп. Там ему убежится слейн. И на дракон. Дракон. Как это? Эй, скапим берги. Некен көрсетілмей қалдым. Тез. Достар, қиып аласыздар. Қиып алады. Мынау деген тіпті выживанияда да өтеді. Бірақ жерге түскенде өлген. Білмеймін, өлесіз бе? Жаман өлесіз.
егер де осы